Бүгін бізде қонақта Қабдол Тілеков. Қабдол, қош келдің. Михавая 8-1. Әнші, беташаршы. Номері бірінші беташарist. Қабдол, қош келдің. Рахмет, Адыше, рахмет. Күшті келген. Біздің бағдарлама. Приятно. Шарт дейсің ғой жалпы. Иә, мен көрдім, 3 выпускада көрдім. Біріншісі ғой. Қабдол, сен есіңе сала кетейік, біздің демеушіміз жұмыстың шайы. Жұмыстың шайы, тарихи шай, бергамотпен шай ішіңіздер. Бегемотпен? Сол кезде ыдыс-аяқтарыңыз таза болады. Басынан бастап түсіреміз о? Или түсіріп қойдыңдар ма? Жоба жүргізушісі көрермендерден келген анекдоттарды оқиды. Бірақ анекдоттың соңын айтпайды. Қатысушы әзілкештер анекдоттың соңын өздері қызықты қылып аяқтауы керек. Кімнің нұсқасы күлкілі, сол 50 000 теңге ұтып алады. Қызық болмаса, ақша анекдот жіберген көрерменімізге кетеді. Анекдот. Бір охотник, аңшы, аюға бәрін киіп, мылтығын алып, охотаға шығады. Өмірінде көрмегенде бір аюды көреді ғой. Анау дейтін адам жейді. Сөйтіп қуып келатса, алдынан мылтықпен атап, тоқтатамайды ғой үшін. Анау деген кезде аузынан мылтығын тығып жіберсе, анау мылтықты темір-пемірмен қосып жұтып қояды ғой. Анау уже аяқ істемейді, не істерін білмей тұр. Сөйтіп оң қолмен ұрған кезде, оң қолын мына жерге дейін жеп қояды ғой. Сол қолын ұрады, сол қолын мына жерге дейін жеп қояды. Екі қол жоқ қой енді. Не істеймін деп тұрып. Тепкен кезде аяғын мына жерге жеп қояды, мына жерге жеп қояды, сөйтіп тек басы қалады ғой үшін. Сөйтіп аю басын жемей кетіп барады. Жаңа бас бүйтіп аюға қарап. Деген екен. Неге жемедің? Әкең бар ма еді десе? Аузынан мылтық тығады. Мылтық жық қояды. Оң қолмен бұрырады, оң қолын жық қояды, сол қолын бұрырады, сол қолын жық қояды. Аяқ бүйтеді. Тек қана басы қалады да, жемей кетіп батады да. Сосын аюға қарайды да, аю, кетпей тұрады дейді. Не дейді? Баспен ұрып көрсем бола ма дейді. Менде бір сұрақ, сана аю ақ аю ма, или қара аю ма? Қара. Қара аю да? Деу ғой. Иә. Гризли ғой. Қазір. Мен аққа ойлап қойдым. Иә, мен онда қараға ауыстырайын да. Түп нұсқасы сөйтіп қолын жұтады, денесін бәрін жұтып қояды да басы ғана қалады ғой. Сөйтіп аю кетіп барса, ана қарап тұрып, брат, бас киім тастап кетші дейтін. Табиғи кісі негізі өзіндік. Дерске бұл жерде енді Қанекең, әкең бар ма не дейтін, өте біздің қазақы. Неге бас жемедің, әкең бар ма еді дейді? Таза қазақ. Қайрекеңде де бір күшті вариант болды. Бас нұрдан бола ма деген. 25-25-тен бөліп аламыз ба? Жоқ, 50-50-ден алайықшы. Жаман қонағып тұр. Әкеліңдер енді 50-ді. Маған бендер. 50 мыңнан. Аюдың басының арқасында 50 мың алдық. Үрлеуін берші. Рахмет. Шүкір. 8 тычкымда өш. Шүкір, балам бабында. Қазақша анекдот. Иә, қалай екен. Өмірден қатты түңіліп кеткен бір жігіт болған ғой. Соған таныстары, мынау Алатаудың бөктерінде 6000 биіктікте бір ақсақал бар, философ. Соған бар деген ғой. Сөйтіп ана жігіт сол көмектессе, ма ақсақал көмектеседі деп заттарын жинап, жаяу 6000 километр тауға көтеріліп, Бұл анекдот болған оқиға желісімен ба? Сөйтіп талдың түбінде бір ақсақалды, аппақ киім киіп алған бір ақсақал отыр екен. Ақ денелі. Мен ассалаумағалейкум ақсақал, қалайсыз? Ақсақал, мынау өмірдің мәні неде деген ғой. Сөйтсе ақсақал қарап тұрып, бірдеңе деген екен. Не деген? Не деген екен? Мешітке баршы деген. Деген бір прикол бар. Қабдол Тілеков, рахмет. Бағдарламамыз аяқталды. Жоқ, разгон кете береміз. Андай өмірден түңіліп кеткен бала, сонда 6000 метр биіктікте таудың басында отыратын бір ақылгөй, бір мықты қарияның бар екенін естіп, соған барады. Сол барады да қарияға барып, көке, мен дүниеден түңіліп кеттім. Мен осы бір жақсы өмір сүру үшін маған өзінің философиялық мағынасы бар, жақсы нелеріңді айтшы дейді ғой. Ақылыңды айтшы дейді. Сол кезде ата тұрады да,
Мен сакский баня жағатын адам дейді. Сакский баня Сакский баня жағатын адаммын дейді. Таудағы ше. Дейді. Жоқ, ол шалға келеді да, шалға айтады, мен шаршадым, өмірден түңілдім. Не істесем болады екен десем, дейді анау шал. Шал айтады, төменге қараш дейді. Сәл қараш. Бір тебет. Жоқ, шалға келеді ғой, өмірден. Шал өмірден түңіліп кетіп шаршадым дейді ғой. Сосын айтады, шал айтады ғой. От шаршасаң от сай дейді да қасыма. Сен ана өмірден түңілген кезде ақыл айтып, сондай шалды іздеп жүрсің бе? Бірге барамыз дейді. Әлі 1 километр жүру керек дейді. Ол жоғарыда отыр. Мен соның немеренісім. Атын тоқтағыл. Мен айта алмаймын дейді. 11.100 метр биіктікке көтеріл дейді. Сосын не болады дейді. Флайарстанды көресің десе. Флайарстанды көресің. Терезесінен өтіп кетеді адамдар. Мен бит ашып жүре беремін ау деп отырмын. Отыра бер. Поезді берсең на. Отыра берейін де, нормально. Киіммен алып кетесің. 400 граммдық. Төртеуміз бір киімді кезек киіп жүрдік. Шоу ашылғалы. Өмірден түңіліп кеттім. Өмірге не істеуге болады, қайтып көру үшін десе, ол айтады, сен бағана ертерек звондауың керек еді маған келатқанда. Баз кешкендерге беретін дәрім таусылып қалыпты. Просто андай мен күрішке оқып беремін дейді. Менде күріш бітіп қалыпты дейді. Барып күріш алып кетті. 6000 километр қайтадан түседі ғой. Күріш алып береді. Болды ғой, келмейді ғой қайтып. Болды ма? Иә, өмірден түңілмейді, қайтып келеді ғой. Бұрышқа тұрғызып қойын ба? Бір аяқ өтеді. Ақыры бір аяғынан қысқа дейсің. Ана өмірден түңіліп кетіп қарияға барады, оны ақыл сұрайын деп 6000 километр шаршап барады да. Әй балам, өмірден түңіліп келдің ба? Кел, саған ақылымды айтайын. Ұйықтамайшы Жамал дейді да. Шаршап келіп тұрмын дейді. Түнде тұрып, әй балам, шаршағаның басылса, Өмірдің мәнін айтайын. өмірдің мәнін айтайын. Таңертең ерте тұрып қайту керек дейді. Ақсақал, мынау өмірдің мәні неде деген ғой. Сөйтсе ақсақал қарап тұрып, өмірдің мәнін ұрайын түсетін жер қайда деп айтқан екен. Өзі де түңіліп кеткен ғой. Ол да қалып кеткен ба? Түсе алмай жүрді 6000 метрден. Ей, мынау не қыл, бір 5 тиын болса да беріңдер маған. Кім жеңді? Почти логика ғой. Ей, мен негізі сакский баня жағатын адаммын дейді да. Негізі анекдотты Атырау қаласынан Қайрат деген сіздің жерлесіңіз еще ческіңіз. Тамаша. Сол жазған. Сіз емес пе көрерменіміз өз ақша істеп жүрген жоқсың ба? Сол көрерменімізге жіберсек, ешкімде реніш болмайтын шығар, иә? Бер. Иә. Тамаша, онда көрерменге кетті ма? Көрерменге кетті, құттықтаймыз. Атырау қаласына. Қазақша анекдот шоу. Бір көкеміз отырыста қатты мас болып қалып, үйіне өзі қайта алмай баласының арқасына мініп алған ғой енді. Соң баласы намыстанып, әкем көшеде жатпасын деп, қуыс көшемен қашып жатқан кезде алдынан класстан шығып болады да жаңа ақсақалдың. Құрдас, ата сақалың аузыңа түсіп, мынау жас баланың арқасына мініп алғаның не? Ұят емес па? Десе арқасында отырған ақсақал қарап тұрып, бірдеңе деген екен. Бүгін қарттар күні десе? Бірыңғай ма? Қарттар жарылқау күні. Так, арқасын арқалап келатыр, мас. Алдынан құрдас шығады. Ата сақалың аузыңа түсіп. Ата сақалың. Прикол ұстап тұр ғой Ай, енді. балам, атаң әкеңді арқалап қай қарасың? Тауға десе. Тауға апарып түсейін деп едім десе. Неге десе, қазір өмірге түңілетіндер келеді, ертеңден бастап таңертең 9-да жазылып қойғанды. Ата сақалың аузыңа тығылғанша балаңның арқасында арқалап, арқасының өз балаңнан артық бала бар мәке. Ата сақалың аузыңа түсті. Неге балаң арқасына мініп алғансың? Ой, на арқасы кайфке ұтсай десе. Жұмсақ, Адай, ұзын арқа болса. Қош деп екеуі мініп алса. Еще бөлек-бөлек тұрса, екі сиденкі сияқты ше, сүйектен андай ұстайтын шығып тұрса. Андай жерінен бүйтіп істейтін ше. Шығып тұрса. Ей, құрдас, балаң арқасына неге мініп алғансың дейді. Кім мініп алған деп екеуі күресіп кетсе баласы екеуі. Мойнына қыс алыс. Ей, құрдас, неге ата сақалың аузыңа түсті, балаң арқасында неғып отырсың десе. Мен осыларды ер жеткенше арқама салып асырағам. Мен қартайған шағымда мені
удызын деп мас болып қалса арқаласын деп мас болып қалса соңғы жағында білдіріп қойсайшы маған. Баласы әкесін мас болып қалғаннан намыстанып көтеріп қуыс көшемен қашып кетсе алдынан құрдасы шығып қалады. Ата сақалың аузыңа түскенде неғып баланың арқасына мініп алғансың десе, Құдайға шүкір бала шаға өсті, қазір жаяу жүруді қойғанбыз дейтін қазақы біздер бәрекелді. Бірақ ол нұсқалар да болды ғой бізде. Бірақ дегенмен де 6 добивки берген Қанекең осы анекдоттың чемпионы деп ойлаймын. Қанеке 50 мың теңге. Осы жерге қоя салшы. Ағам қарызға 50 мың бар ма? Bir tişke desek. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Келесі анекдот бір мас жігіт тоже. Үйіне қайтып баратқан ғой. Мана жағына қайтып баратқан ғой. Шалдың жас кезі ғой сонда. Үйі Білетін бала жоқ. мазар дейді ғой, мазар бейіт. Мола. Соның қасынан өтіп баратқан ғой. Сөйтсе сол жақтан бір скелет шығып, арқасын түрткен ғой жаңағы. Сөйтіп қараса, скелет. Бауырым темекі бар ма деген ғой. Сөйтсе анан түріне қарап тұрып, жаңағы ағамыз бірдеңе деген екен. Талып қалған. Талып қалған ма? Ол да логично ғой, Иә, логично. темекі қойып кетті ма? Талып қалғаны күлкілі болу керек. Иә. Талған бит дірілдеп талып атсың да. Бауырым темекі бар ма дейді ғой. Береді же бір темекі. Соңғы рет болсын бата сен күнде сұрайсың десе. Бұл соңғы рет күнде сұрайсың сен десе. Моланың жанынан өтіп баратқан жігіт кетіп баратса скелет түртеді. Қарақ балады да, ана жігіт айтады, бля, жатсаңдаршы дейді. Түртейін ба? Темекі бар ма? Жоқ. Бедет жаңдай. Бит моланың қасынан өтіп баратады, бір скелет шығады. Скелет артынан бит түртеді, қарайды, братан темекі бар ма? Бар, береді. Қалайсыңдар, жақсы. Татып береді. Давай, жақсы. Брат, қарайды ғой. Біздің үйлерге айта салшы, Құран бағыштай салсын дейді. Өте рухани, астарлы, ой қалдырарлық әзіл екен. Сұмдық кетті ғой варианты. Осымен болды, Давид жоқ ау арық. Бұл анекдоттен көбісі біледі ғой енді. Түп нұсқасында жаңағыдай түртеді, қарайды, темекі сұрайды, бауырым темекі жекпей қойса азып кетіпсің ғой деген өзі. Бірақ енді бұл жерде тағы да Қанекеңнің тапқырлығынан Қалтаңа салып шексей деген варианттар да болу керек. Ол 100 мың бере алмаймыз, 50 мың теңге. Осыған Құран бағыштаңыз. Осыған садақа беріңіз. Уже былай ба? Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Келесі анекдот, видео анекдот. Экранға назар аударайық. Қабдол біздің экран арт жағында. Бір күні бір жігіт церковьқа келіп, отецқа өзінің ішіндегі мұңын айтып жатыр дейді. Отец, мен не істеймін? Кеше бір класстас қызым үйге сабақтан көмектес деп шақырып еді. Көмектестім, әбден кетерде жаңбыр жауып кетті. Сосын жаңағы класстас қызым, жаңбырда не істейсің? Бүгін қалшеш деп айтып еді. Мен үйінде қалдым да сол қызбен жыныстық қатынасқа түсіп қойдым деп. Ол ештеңе емес. Одан кейін кеше бір дос балам үйге көмектес деп шақырды. Көмектестім, әбден кетейін деп жатқан кезде жаңбыр жауып кетті. Сосын жаңағы дос балам айтты дейді да. Жаңбырда не істейсің? Үйде қалшеш. Сосын үйінде қалдым да, мен де жыныстық қатынасқа түсіп қойдым әке деп. Отец таңғалып жатыр дейді да. Одан енді мынау ауру ғой деп барып дәрігерге барып қаралып, мен дәрігерлер бәрі жақсы деді жаңағы. Сосын үй жаққа қарай шығайын деп жатыр едім, жаңбыр жауып кетті дейді да. Сосын жаңағы дәрігерлер енді жаңбырда не істейсің, бүгін қал деп айтып еді. Қалдым да дәрігермен де болып қойдым депті. Не істеймін отец деген ғой, не істеймін отец деп. Анекдот түсінікті ғой жалпы да? Базар жоқ. Отец не істейін дейді ғой, сосын отец қарап тұрып айтса, ей балам-ай, құрғақшылық болса қиналады екенсің ғой десе. Жиі тасаттық беріп тұру керек саған десең. Отец мен не істейін деген кезде ше, ол балам бұлай болады деп отқан деп найза қайдырды десе. Отец те кетті да. Сен кино қойып жүрдің ғой. Отец әндік кетті ма? Отец, мен не істеймін деген кезде отец айтсын.
Сен бүт жаңбыр жаумай тұрғанда кетіп қалшы мына жерден. Мен ондай отец емеспін. Жақсы, әдемі. Давай түпнұсқасын тыңдайық енді қандай екенін. Не істеймін отец деген ғой, не істеймін отец деп. Сол кезде отец айтады дейді да, сен давай жаңбыр жаумай тұрып бас кім айналайын. Точно. Угадали. Досыз. 50 теңге Қайрат Әділгерей. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Келесі анекдот. Мектепте сурет пәнінің мұғалімін емізіп тұрған ананы салған үшін жұмыстан шығарып жүрген ғой. Сонымен бәр баланы емізіп тұрған ананың суретін салған үшін жұмыстан шығарып жүрген. Сонымен бәрі не үшін ол деген ана емес па, бала емес па деп жаңа суретшіден сұраған. Не үшін шығарып жүрді, сол үшін ба? Не себеп деген кезде суретшінің айтқаны осының да бипкісі. Бала еміз жатқан сурет салған ғой. Иә, бала ана. Ода тұрған ештеңе жоқ қой деген ғой енді. Ана мен бала. Бұл өнер ғой негізі, өнер. Онда бала емізіп тұрған. Сол үшін шығарып жіберді ма? Неге шығарып жіберді деген кезде суретшінің айтқан жауабы әзілдің соңы. Сосогын слишком қатты шығарып жіберген. Сосогын слишком қатты шығарып жіберген суретте. Жоқ, бала Еміп атқан баланы әшеу тұрып тұр дейсің. Неге, сен баланы емізіп отырсың, ода тұрған не бар десе, екеуінде киіндірмеппін ғой десе. Бала просто 18-де ғой десе. Мужик болса. Мужик па? Үлкен баласын емізіп қойыпты дей ма? Үлкен баласын. Бала 18-де ғой дейді, әдемі. Түпнұсқасын оқиын сөйтіп. Мектепте суреттен сабақ беретін ағайды жұмыстан шығарып жіберді. Бәрі айтады. Не үшін шығарып жіберді? Осындай ана мен баланың емізіп тұрған суретін салып едім, сол үшін шығарып жіберді деп. Ода тұрған ештеңе жоқ қой. Ол суретте не болды сонша десе, ана кішкентай баланы сәл үлкейтіп жіберіппін деген нұсқасы. Келеді екен. Қабдол 50 мың дала ғой. 50 мың дала ғой. Өзіңе бір емізетін апаға бара ғой. Шүкір әйтеуір. Болды, жарайды осы маған бүгіндік. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Келесі анекдот. Бір ағамыздың 8 қызы болғанда қатарынан. Еще бәрі ай сайын ұзатылайын деп тұрған. Январь бірінші қызы, февраль екінші қызы. В общем, бірден кейін бірі дайын тұр ұзатылуға. Сөйтіп ағамыз әйтеуір жиған тергенмен бірінші қызын ұзатады, екіншісін сәл көршілерден қарыз алып ұзатады, үшінші үйін ипотекаға қояды, төртінші машинасын сатып уже 4 қызын ұзатқаннан кейін кәм ашуланып, қатын, неше қыз қалды әлі деген ғой. 4 десе. Деп бірдеңе айтып, әзілді аяқтаймыз. Бля, мен кәм ойымда отыр. Біздің братан дейміз. Сол 8 қыздың аты да ұл болсын болса. В общем, 4 қыз қалып еді, 4 қыз қалды дегеннен кейін әкесінің айтқан. Неше қыз қалды енді дейді ғой. Полный қарызға Әлі 4 бар деген кезде бірдеңе деп айтқанда әкесі. Сол анекдоттың соңын аяқтайды. Әлі неше қыз бар, 4 дейді. Шашақ күттім дейді. 4 алған анамызға беріп дейді. Бірге ма? Шейхқа? Бірақ шейхқа беріп дейді. Дерзкий ғой. Беріп сөйтіп мақсат мұратына жетіпті деп бітіре салсам. Әлі 4 қыз бар екен деген кезде не айтуы мүмкін ол әке енді по-любому. Әке ол қыз балаға жақын ғой енді. Бұл проблемасын басымыз ортпай қояқшы. Мен де 5 балам бар, шеттей балашам бар. Давай басқасын тыңдайықшы, мен аналардың проблемасына араласым келіп отқан жоқ сегіз. 4 қыз қалама, 3 қыз қалама, байсыз қалсын маған дейсің. Басы қанаттың айтқанына келетін сияқты, ең дұрыс варианты. 4 қатын аламын деген біреу болса беріп жіберші деген. Шейхқа ма? Шейх па, білмеймін енді. Ал, дұрыс жауабы. Түпнұсқасы жаңағыдай 4 қызын ұзатады, әбден шаршаған ағамыз кемпірден сұрайды ғой, қанша қыз қалды әлі деп. 4 бар десе, ана көршілерге барып тегін таратып жіберші деген ғой. Шейх деген более кеп тұр ғой. Более енді жақсы ғой енді. 50 мың теңге сіздікі қанаға. Добрый Давид ғой, бәрі кәң о деп кететін. Не ғой актуальный? Бір әйел алғым келеді, 2 әйелім болса екен деп армандап жүргендер үшін. Просто ана шейхтің просто... Жаңа семья арқасында 50 мың тауып алғансың ғой. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Келесі анекдот сәл
хандық дәуірі. хан ұқсап тыңдап отырайын. Хан сарайында бір үлкен ұста болады ғой енді. 4 жыл бойы өзінің шеберханасында арнайы ханға ер-тоқым тоқиды ғой. Тігіп, жаңағыдай. Ат әбзелдерін. Иә, күшті қылып сөйтіп. Ханға өзім 18 жасырдым. Сөйтіп ханға апарып берем деп хан сарайына баратқан ғой. Сөйтсе сол уақытта ханда жаман киім киіп алып, жаңағыдай ел аралайды екен да, жаңағы халықтың мұң-мұқтажын білейін деп. Қарапайым екен ғой. Сөйтіп екеуі мостта кездесіп қалады ғой, кішкентай мост, сонымен тоқтап қалған кезде ханды былай танымайды екен ана жаман киіммен. Сонан мына қайда алып барасың десе, ханға депті. Жаңа өзі хан ғой енді. Алмаймын деп айтса не істейсің деген ғой. Е, ба. Алмаймын деп айтса енді қаям жеме деп айтам, басқа не деймін дейді. Дейді да, жолың болсын дейді. Сонымен анау хан сарайына жүгіреді. Хан да мосттан түсіп, артқы есікпен кіріп, бүкілін шешіп, хан киім киіп алған ғой. Сөйтіп анау дат тақсыр деп, 4 жыл бойы сізге дайындаған бірдеңе деп ер-тоқым беріп бүйтіп көзіне қарап тұрып, осыны алсаңыз деген ғой. Сөйтсе ана хан қарап, алмасам ше деген ғой. Сөйтсе ана қарап тұрып, біліп тұр ғой енді. Манағы кісі екен. Бірдеңе деген сол әзілдің шарықтау. Маған өзінікі қызық болып тұр, дәйіп кісі. Вообще түпнұсқасы қызық болып тұр. Қызықтау анекдот, бірақ осындай. 4 жыл бойы хан үшін істеп едім, осыны ханға ұнамай қалса, бұл ер-тоқым ұнамай қалса не істейсің дейді. Алмаймын десе де. Алмаймын десе не істейсің енді. Қаям жеме деп айтамын. Барады. Алдынан хан өзі күтіп алады. Хан күтіп алады. Сөйтті, мынау сізге деген кезде қарап тұрып, алмаймын деген ғой. Сөйтсе ана қарап тұрып. Қаям жемейіңіз десе. Сәл сіз қылып. Жоқ, еле бүйтсе, бұны маған алып келдің ба? 4 жыл мен сізге дайындаған. Алмаймын десем не дейсің? Алайын ба, еле қаям жеме деп айта салайын ба десе. Мына алмаймын десе, алыңыз. Қаям жеме алыңыз. Алыңыз дейді. Қанаған беріп қоямын деп шады, кітте бола қосады, бетін шығар жүрсе. Уәзір, ма, деп ба? Бұны дабип кісін білесің ба сен негізі өмірдегі айтылатын. Хан алмаймын дейді ғой. Сосын? Хан алмаймын дейді, сосын. Алмасаң, сол мостта әңгіме ғой дейді. Алмасам не істейсің десе, сол бағана мосттың үстіндегі, көпірдің үстіндегі әңгіме ғой дейді. Қаям жеме деп айт. Ана айта алмайды ғой. Мен ойымша, мен осы жолы ніс дейтін кішкене күлкілі болған сияқты. Қаям жемейіңіз деп айтам. Кішкене сыйлап тұрып айтқаны. Дұрыс, негізі де. Солай ма? Селсестір ма? Медеттің нұсқасы. Жоқ, әдем. По идее, угадать етіп тұр тоже. Анауда негізі сол ғой деп тұр. Медет прямой айтып тұр. Медетте сәл андай батылдық бар деп. Батылдық бар. 50 000 теңге медет. Ойфырмай, құру кетем ба деген ем. Әдем, әдем. Достойно, достойно. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Бүгінгі шығарылымның жеңімпазы Қанат Әлжаппаров. Қошеметтеріңіз. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Қазақша анекдот шу. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Қазақша анекдот шу.